Семейде автокөліктерден бағалы заттарды тонады деген күдікпен 32 жастағы қала тұрғыны ұсталды. Ол көліктердің терезесін сындырып, көбіне автомагнитофондар, ұялы телефондар мен құнды бұйымдарды жымқырып отырған. Ішкі істер басқармасындағылардың айтуынша, қазанның ортасынан бастап тұрғындар тарапынан осындай шағымдар жиілеп кеткен. Нәтижесінде істі ашуға бағытталған құрамында криминалдық және жергілікті полиция қызметкерлері бар жедел топ құрылған. Тәртіп сақшылары бұрындары мұндай қылмыс жасаған тұлғаларға тексеру жасаған. Жедел іздестіру шаралары барысында тұрғылықты жері жоқ семейлік ұсталды. Оның бұған дейін өзгенің мүлкін ұрлау бойынша сотты болған анықталды. Ер адам жасаған қылмысын толығымен мойындап отыр. Қазіргі таңда күдіктінің басқа да құқық бұзушылықтарға қатысы бар жоғы анықталуда. Осы факты бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабының бірінші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалып, осы істі тергеу барысында аталмыш азаматтың осы жасалған 6 қылмысы дәлелденіп отыр. Яғни 6 қылмыс бойынша айғақ заттар тәркіленіп, күдікті өзінің жасаған қылмысы туралы мойындап отыр.